Барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін мынандай керемет паркинг жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Алдымен каналға тіркеліп, колокольчикті басып, менің видеоларымды әрдайым бірінші көретін боласыздар. Паркингті жасау өте оңай болды. Оларға ең бастысы ұнады. Армандап жүрген паркингтердің бірі болды ғой. Ал ендеше сіздердің уақыттарыңызды алмайын, жасалу жолын бірге тамашалайық. Бізге қажетті заттарымыз осы картонмен жасалады. Толық артық жерлерін алып тастаймыз. Міндетті түрде осындай екі үлкен болу керек. Себебі астыңғы бірінші қабатқа және екінші қабатқа тұтас картон дұрыс. Астыңғы бірінші қабаттағы тұрақтың картоны үстіңгісіне қарағанда үлкендеу алдым. Себебі астында көбірек орын болады. Барлық жерде өлшемдерін осылай сызып аласыздар. Қажетті тұрақтарды сызып, алдын ала карандашпен сызып аласыз. Кейін осындай маркермен немесе штрихпен жаңағыдай парковкаларды жасайтын боламыз. Өте әдемі көрінеді. Ал мінекей Сержан мен Жансерік екінші қабатты тұрғызатын трубаларды бояп жатыр. Олар бізде салфеткадан қалған трубалар. Ұзындықтары бірдей етіп, қазір кесіп оларды жабыстыратын боламыз. Біздің жасап жатқан тұрағымыз ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып қойыңыздар. Біз барымызша тырысып осындай керемет паркинг жасап жатырмыз. Ал енді мінекей қара изолентамен осылай орап шығасыздар. Мінекей біздің бетондарымыз дайын. Оларды ыстық клейдің көмегімен мықтап жабыстырамыз. Мінекей біздің бетондарымыз дайын. Үшеуінің өлшемі бірдей, біреуі шағынырақ. Ал келесі, мынау бізде екінші қабаттың картоны, оны жасау өте оңай. Тұрақ жағы шағындау ғана, қалғаны екінші қабаттан бірінші қабатқа түсетін жол болады. Оны сызып қоямыз алдын ала, белгілеп. Кейін гуаштың көмегімен осылай жолды бояп шығамыз. Сұр түсті қылып, қара мен ақты араластырсаңыздар, керемет сұр түс шығады. Өте шынайы асфальт болып көрінеді. Және мен сіздерге бір лайфхак айтқым келіп тұр. Міндетті түрде губкамен бояңыздар. Сол кезде сіздер красканы үнемдейсіздер. Көріп тұрғандай өте керемет болып шығып жатыр. Ал енді мінекей тағы да бізге көмекке ақ маркерлермен жолдың ортасындағы сызықтарды белгілеп шығамыз. Одан сайын біздің жолымызға күшті көрініс береді. Мінекей екінші қабатын бояймыз. Дәл солай бояп шығасыздар. Тек қана барлық жерде емес, жолды ғана бояйтын боламыз. Ал мына үлкен жағы, ол бізде тұрақ болады. Дәл бірінші қабатты бояғанда етіп бояп шығамыз. Біздің паркингке тағы да шынайылықты береміз, аямаймыз. Шиеттеріне қызыл жиектемелерді орналастырып жатырмын. Және мынандай шлагбаун жасап қойдық. Енді екінші қабатын жабыстыра саламыз, болды. Кез келген тұрақта осындай мүгедектерге арналған орын болады. Соны балалар біліп жүрсін деп салып қойдым суретін. Біздің тұрағымыз, паркингіміз дайын. Өте күшті шықты. Шөпті де салдық. Ал енді біздің дайын паркингке машиналарыңызды кіргізісе берсеңдер болады. Ал кеттік. Екінші қабатқа көтерілем дейді мынау машина. Өте әдемі шықты. Ең бастысы балалардың көңілі. Лайктеріңізді аямаңыздар, каналға тіркеліңіздер. Міндетті түрде бөлісіңіздер, менің видеоларымды достарыңызға жіберіңіздер.
көрсін, жасап көрсін, балаларына қызықты қылып істесін. Мына жерде көріп тұрғандай вертолетке де орын жасап қойыппыз ғой. Фантазиямыз жынды енді. Видеоның соңына дейін көргеніңіз үшін көп рахмет. Келесі видеоларымды жіберіп алмай, әрдайым бізді қолдап жүрсеңіздер өте риза боламыз. Сіздерге рахмет, көп-көп сау болыңыздар.